Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 57-ші сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауына басып қойды ұмытпаңыздар. Бізде тақырып сандар жиынын құру және жіктеу. Сен сандар жиынын құруды, жіктеуді, жиынның элементтерін анықтауды, таңбаларды қолдануды үйренесің. Бірінші тапсырмада сандардан құралған жиындарды қарастыр дейді. К 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны. К жиыны тиісті және тиісті емес элементтерді ата дейді. Бұл жерде бізде К жиыны тиісті элементтер 5, 3, 7, 2, 0 дейді. Және таңбаларды пайдаланып оларды жаз дейді. Е жиынына тиісті 4 сан жаз дейді. Е бір таңбалы сандар жиыны дейді. Бұл жерде бізде бірінші 5-іміз бұл К жиынына тиісті емес, үшіміз бұл да бізде К жиынына тиісті, жетіміз К жиынына тиісті емес, екіміз К жиынына тиісті, ал нөліміз К жиынына тиісті сандар. Сонда бұнда бізде К жиынына тиісті сандар 3 және 3 пен 0 екен, және мына жерде екіміз. Мына жерде қателес жазып кеттім. Екіміз бұл да К жиынына тиісті екен. Енді К жиынына тиісті емес, ол бізде 5, 7 сандары. Енді бізде Е жиынына тиісті 4 санды жаз дейді. Е жиынына тиісті бізде 4 сан. Бұл 5 бізде. Және 3. Және 7. Және де ол бізде 2 екен. Сонда К жиыны 5, 3, 7 және 2 сандар екен. Енді балалар екінші тапсырмаға қарай бізде С жиынының диаграммасын қара дейді. С жиыны тиісті және тиісті емес сандарды ата, оларды жаз дейді. Бұл жерде бізде мынау шеңбердің бізде сыртқы жағында шығып тұрған, ол бізде С жиынына тиісті емес сандар. Олар бізде 8, 1000 саны, және 45, және ол бізде 90 екен. Енді біздің С жиынына тиісті сандарымыз біздің ішкі жағы, ол бізде 400, 200, 600, 800. Оны да біз жазып қойсақ болады екен. 400, 200, және 600, және 800. Енді үшінші тапсырма диаграммаларды салыстыр, не байқадың дейді бізде. М және К жиындарын қалай атауға болады? Осы екі жиын элементтерін жиындарға бөледі. Бізде М жиыны ол 10-ға бөлінетін сандар. М 10-ға бөлінетін сандар. Жазып қойайық. Ал К жиыны бізде ол 63-тен кем сандар. Сонда бізде енді бұл жерде А жиыны тең
Ол 20 және 40 сандарына. 20 және 40 сандарына. С жиынына тең ол бізде 1, 3 және 5. 1, 3 және 5. Енді В жиынына тең бізде ол бізде 700 және 900 сандары. 700 және 900 сандары. Енді Д жиынына бізде тең ол бізде қалған 25, 62 және 47 сандары. Жазып қояйық. 25, 62 және 47 сандары. Келесі. Төртінші тапсырма. Т 13-тен кем 2 таңбалы сандар жиынын. О 15-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны дейді. Енді бізде осы екі жиынға да тиісті элементтерді жаз дейді. Бізде Т жиынына тиісті элементтер ол бізде тиісті элементтер ол бізде Т Т тең ол бізде 12, 11 және 10. Енді ол жиынына тиісті бізде Т жиынына енді тиісті емесін атап кете салайын. Бізде 16 және 20. Енді ол жиынына тиісті сандар ол бізде 14, 13, 12, 11, 10. Енді бізде екі жиынға да тиісті элементтер. Екі жиынға да тиісті элементтер. Ол бізде 12 және 11 және 10 сандары болып табылады екен. Енді келесі бізде 5-ші тапсырма жиын элементтерін атау ойыны деді. Гүлдер жиыны бізде қызғалдақ, раушан және бәйшешек деп жазсақ болады екен, бәйшешек. Өзендер жиыны бізде есіл, тобыл, ертіс және жайықты жазып қойсақ болады екен. Келесі құстар жиыны ол бізде қарлығаш, қарға, торғайды жазып қойсақ болады екен балалар. Келесі таулар жиыны ол бізде Алатау, Ұлытау, Алтай, Тянь-Шань таулар жатады екен. Келесі бізде 6-ші тапсырма теңдеулерді шешіңдер дейді. 35 қосылған А тең 74-ге. А тең 74-мізден біз енді мына 35-мізді алады екенбіз. Сонда А тең 74-тен 35 алсақ, ол 39-ға тең. Енді А-ның орнына мына шыққан мәнімізді қоямыз. Демек 35-мізді қосамыз 39-ға, ол бізде 74 екен. 74 мәніне тең екен.
Келесі 87 азайтылған x тең 42 дейді. X тең біз мына 87-ден 42-мізді алады екенбіз. Сонда x тең ол бізде 45-ке тең екен. Енді 87-мізді шыққан мәннің орнына x-тің орнына қоямыз, е? 45-мізді. 87 азайтылған 45 ол бізде 42-ке тең. 42 мәніне тең. Келесі d азайтылған 72 тең 18 дейді. d тең 18-мізді біз 72-ге қосамыз. d тең 18-ге 72-ні қоссақ, ол бізде 90. 90-мыздан енді шыққан мән d-ның орнына қоямыз. 90 азайтылған 72 тең 18. 18 мәніне тең болып деген балалар. Енді 7-ші тапсырма. А және В жиындан атау осы екі жиынға тиісті және тиісті емес элементтерді жаз дейді. Бізде А жиынына тиісті ол 80, 45, 9 және 1 сандар. Мына шеңбердің ішінде тұрған сандар, е? 80, 45, 9 және 1. Енді В жиынына тиісті ол бізде рим цифрымен жазылған 7 саны. А, К, 1, И және 11 саны және В. Енді осы екі жиынға тиісті емес элементтер дейді. Элементтер. Ол бізде В, С, 7 және 10. В жиыны тиісті емес А жиыны. В жиыны тиісті емес В-ға. X бізде жиыны тиісті емес А жиыны. Және 10 саны тиісті емес А-ға, 10 саны тиісті емес В-ға. Келесі С әрпі бізде тиісті емес А-ға, С әрпі тиісті емес В-ға. Келесі 7 тиісті емес А-ға, 7-міз тиісті емес В-ға. Келесі бізде 8-ші тапсырма ойлантап берілген сандардың арасынан қандай екі сандарды алып тастағанда қалған сандардың қосындысының мәні 14-ке тең болады дейді. Бұл жерде бізде бірінші бір-біріне осы сандарды қосып алайық. Демек 7-мізді қосамыз 9-ға, қосамыз 6-мізді, қосамыз 1-ді және қосамыз 5-ді. Сонда 28. Енді 28-мізден аламыз 14-мізді. 14-ке тең деп тұр, е? Сонда ол бізде 14 болады екен. Енді біз 9-мізді қосамыз 5-ке. 9-ды 5-ке қоссақ, сол 14 саны шығады дейді. Берілген сандардың арасынан 9 және 5 сандарын алып тастағанда қалған сандардың қосындысы мәні 14-ке тең болады екен балалар. Балалар, осымен сабағымыз тәмам. Менің каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта біз кездескенше.